Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Грипп туралы қысқаша айтып кететін болсам, бұның төрт түрі бар: А, Б, С, Д. Қазақстанда қазір кеңінен таралған түрі ол грипп А. Соның ішінде гонконгский грипп деп аталады. Оның жаңағы структуралық ерекшелігіне байланысты. Бұл вируспен 5 жасқа дейінгі балдар жиі ауырады. Оларда екі түрлі симптомдар жиынтығы болады. Біріншісі ол жалпы системалық, температураның жоғарылауымен, озноб, судороги, сосын құсу, басының ауруы, ұйқышылдық, әлсіздікпен көрінсе. Екінші ол респираторлық клиникалық көріністер. Оған мұрынның бітелуі, мұрнынан су ағу, жөтел. Яғни бала ауырғаннан кейін бірінші болып жалпы системалық көріністер пайда болады. Температура, сосын барып баланың бас ауруы, құсу мүмкін. Ал содан соң 2-3 күннен кейін оған жаңағы катаральды көріністер, мұрынның бітелуі, мұрнынан су ағу, жөтел, осы сияқты клиникалық көрініс пайда болуы мүмкін. Жалпы бұл вируспен балалар 6 күннің көлемінде ауру мүмкін. Ал егерде 6-7 одан да көп күн ауыратын болса, яғни интоксикация, температура сақталатын болса, ол жерде уже екіншілік бактериялық инфекция қосылуы мүмкін. Себебі бізде вирус грипп ол тыныс алу жолдарында орналасқан барлық эпителий жасушаларын өлтіріп, қорғаныштық қызметін бұзады. Соның салдарынан екіншілік бактериялық инфекциялар пайда болады. Бұл бактериялар қайдан келді? Бұл бактериялар организмде бар бактериялар. Себебі адамдар бактериялармен, вирустармен, саңырауқұлақтармен бірге симбиозды өмір сүреді. Жалпы бұл вирустан кейін пайда болған екіншілік бактериялық инфекциялар ол 4 түрлі бактерия көбіне кездесетін. Оған стафилококк ауреус, стрептококкус пневмония, стрептококк пиогенис и гемофильная палочка. Әрбір бактерия өзіндік клиникалық ауруларды тудырады. Мысалы, стафилококк ауреус ол көбінесе стоматит, отит, стрептококкус пиогенис ангина, трахеит, осы сияқты ауруларды тудырса, гемофильная палочка мен стрептококкус пневмония бұл жоғары тыныс және де төменгі тыныс алу органдарын зақымдайды. Гемофильная палочка ол эпиглотит, ларингитті тудырса, стрептококкус пневмония бұл жиі бізде пневмонияны тудыртады. Жалпы былай бүкіл әлемдік зерттеулерді оқып қарайтын болсақ, 5 жасқа дейінгі балдарда жиі кездесетін асқынулар бұлар отит және пневмония. Сондықтан егер баланың температурасы 1 аптадан көп көтеріліп интоксикация сақталатын болса,